50 бас, 1,5 жасар тайлар, қостанайлық порода. Бағасы 360 мың теңге деп тұр, саудасы бар, сайрамда тұр. Байланыс телефоны 8778 060 1010. Қажет болса осы номерге хабарласыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің 4 түлік малдарыңызды сатуға жарнама салғыларыңыз келсе, мына телефонға хабарласыңыздар. 8702 910 0705. Негізі әр қазақтың үйінде бір жылқы тұру керек. Болмай ғана. Неге десе бабаларымыз айтады, жылқы тұрған үйге, жылқы кісінеген үйде дейді, жын жоламайды дейді. Сосын аттың басынан ұруға болмайды екен. Оның берекесі бағы басында болады екен. Ат ұстағаннан кейін оған су бересіз ба, шөп бересіз ба, арқандайсыз ба, жем бересіз ба, бәріне сауап екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи қиямет қайымға дейін ат ұстаған, ат ұстаудың дұрыс екенін айтып кеткен. Қиямет қайымға дейін етаж үйде тұрсаңызда, қай болса да бір жерге алып, сонда анау үйде ат болғаннан кейін бала мінеді ғой. Мінеді ғой бала. Сол үшін біз ауылда қазір медресе бастап қойдық. Сода 56 бала оқытамыз. Бірақ аптасына бір күн міндетті түрде айғырға мінетін болады біздің балалар. 6 класстан бастап. Міндетті түрде мінгіземіз. Өйткені айғырға мінетін адам көп, бірақ доданың ішіне кіретін адам аз да.